Барлықтарыңызға сәлем достар, сендер мен Еламан және достар. Біз бүгінгі видеода ловушка жасайтын боламыз. Ловушканы қазір өздеріңіз видеода қарайтын боласыңдар. Сол үшін мен қазір сендерге ловушка жасау үшін не керегін айтып кетейін. Ол үшін ловушка жасау үшін бізге бір шелек лава керек, және де қарды блок керек. Өздеріңіз білесіңдер, қарды әлде қарсыз. И мынандай короче, қалай айтайын сендерге, оны адам басқанда қазір мен сендерге көрсетем. Міне басты қойдық қой. Қараңдар достар, тұр ғой. Міне қараңдар, егер байқасаңыздар, міне кіріп кетеді ішіне. Мына жерге шықсаң бұл тұрып кетеді. Сол үшін достар, сондай короче басып шығатын короче осындай бір тақтайша керек и динамит керек. Айттым ба жоқ па динамит керек деп? Короче сол динамит керек болды. Лава, блок, динамит и мына тақтайша керек. Ал достар, қазір бұл ловушканы білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Сол үшін достар, егер ловушка ұнаса лайк басып, достар, менің арнама тіркелмегендер өте көп. Сол үшін арнама тіркеліп, видеоларға лайк басып, арнаға тіркеліп кетейік. Ал достар, біз ловушканы жасай берейік. Ловушканы жасайық па жоқ па деп. Әзілім ғой, әзілім. Тоқтай тұрыңдар, кетпеңдер, ловушканы қазір жасаймыз. Міне достар, қазір мен ловушканы жасайын. Ал достар, міне ловушканы жасау үшін жер қазу керек. Ондай жер қазу керек, короче бір әдемі етіп қазу керек. Достар, мен аккуратно қазып жатырмын, еш басқа жерлерді сындырмай. Осынша жете ме? Жоқ, жетпейді. Достар, сендер мына ловушканы зомбиларға әлде басқа зомбиларға әлде өздеріңіз достарыңызбен выживаниеда ойнап жатқанда бұл ловушканы жасасаңдар болады. Қазір ловушканы жасағанды байқамай да қалады. Ол кеп соны басса, да ішіне кіріп кетеді. Қазір міне достар, біз қанша қаздық. Осы қанша көп қазсақ, сонша бізге жақсы. Тағы да біреу қазайық. И міне әдемі болды. Енді достар, қазір міне астына лава төгеміз. Бір шелек лава, бір шелек емес, енді қазір көреміз ғой. Тағы да біраз лава төгейік. Міне лава төктік достар. Достар, видеоны мұқият қараңдар, әйтпесе түсінбей қаласыңдар қалай жасауды. Егер түсінбесеңдер, артқа өткізіп қарасаңдар болады. Міне лава болды бізде. Енді бізге міне лаваны жасадық. Енді міне сәл асты жағыға, міне асты жағыға, чтобы үстіне тағы да осындай, міне үстіне бұлай тағы да бір блок сеу үшін динамитті сәл асты жағына қоямыз. Міне бұлай динамитті қоямыз. Ал мына жерде бұлай тағы да бұлай қоямыз. Достар, егер сендер выживаниеда болсаңдар, несі жақсы айтайын ба? Короче, міне қазір тақтайшаны қоямыз. Бұлай міне тақтайша міне қойдық. Выживаниеда болсаңдар, қазір егер достарыңды алдауларыңыз мүмкін де, бункер тауып алдым, ішіне кір, мен іштемін деп та. Ал шын мәнінде ол басқанда ше, жаңбырда жауып кетті. Ештен кетпеді. Ол басқанда достар, шын мәнінде ол басады ғой, басқанда короче астында динамит тұрады. Ол енді кіріп бара жатқанда динамит жарылады. Оның жарты жүрек кетіп қалады. Қаншама жүрегі кетіп қалады. Сосын лаваның ішіне кіріп кетеді. Лаваның ішіне кіргенде ол жанып кетеді. Жанып кетеді лаваның ішіне кіргенде. Қазір достар, ал біз ловушкамызды тексеріп көрейік. Міне қараңдар, біреу үстіне тұрайын. Міне қазір түсіп кетемін. 1, 2, 3. Вау!
Көрдіңіздер ғой достар, қалай жарылып өзім түсіп кеттім ішіне. Қаншама жерді жарып жіберді достар, көрдіңіздер ғой. Ловушканы міне жасағанда енді кіргенде енді бастым ғой, көрдіңіздер ғой, өзіне сенбесеңдер артқа өткізіп көріңдер. Енді бұлай басқан кезде көрдіңіздер ғой достар, бұлай баң деп лаваның ішіне кіріп кетті. Жанып жатырмын. Лаваның ішіне кіріп кетті енді басқанда. Бұл досыңызға күтіп отырмайды. Досыңыз оны басуы да мүмкін. Қараңыздар достар. Міне басы досыңыздың өзіне жаман болады. Қазір мына жерді қазып көрсетейін. Бұлай қазып көрсетейін. Міне бұлай қазып көрсетейін. Мына жерге қарды блок қойып, бұлай мен әшейін қазір динамитсіз лавасыз жасадым. Бұлай досыңыз басы өзіне жаман болады да, ол ішіне кіріп кетеді басқанда бұлай ішіне кіріп кетеді и динамит жарылады достар. Солай ол міне басады ғой, басқан кезде ол ішіне кіріп кетеді, динамит жарылып. Динамитті де басады да, ол кнопка ғой, динамитқа да ауырлықта түседі де, и динамитта жарылады. Солай достар, қазір көрдіңіздер ғой, қалай болды, қалай жарылды я. Енді үстіне тұрып едім, баң деп лаваның ішіне түсіп кеттім. Ал достар, міне видеомызды аяқтай салайық. Жаңбырда жауып кетті. Мына жерге тұра тұрайық, жаңбырдың астына тұрмай. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп кетейік. Жақында өте қызықты видеолар шығады. Сол үшін сендер де маған көмектесіп, мені қолдап, арнама тіркеліп кетіңдер. Ал егер видео ұнаса, сау болыңдар. Кеттік.